Ақыры Сарытау елінің қазағы қой, әбен Матай ұғылы қасқыр. Қойы қанша көп болса да, қасқырға қарсы келе ала ма? Осы аталмыш залмыларды елге жолықтырмай, бір орынға жиып қойып, бір ғаділ адам үй басынан жүріп, жауап сұраса, баршалары басынан кешкен оқиғаларын айтар еді. Мағылым қылғандағы мақсұтым ғадалатлы өкімет, ғадалат марқамат етсе, көп халықтан тәңір жарылғасын алсын деген. Мен мағылым қылышы сіздерден тіленемін. Мені әбен Матай ұғылына білдірмесеңіз екен. Матай ұғылының қаһары қатты еді, мені сау қоймайды ғой. Дайыл мағылым бергуші. 192 жыл 20 май. Жылтыр арыз оқып болды да сұқ қолын ортан қолына тіреп, тырнағымен арызды бір шертіп қалды. Міне, мынау 15 пакт, 15 статья, көтіне тас байласа да сүркілдетпей ме, деді. Біз қайдан білейік, қара кісіміз ғой, деп Бекболат алақанын жайды. Өйткені мынау арыздан өзі де шошынайын деді. Соңғы кезде Бекболаттың әкесі әбенмен араз еді. Себебі Каушак тұсында жиылған ақшадан 300 атқа алынған бұйымнан тез мәз телім бермеді деп өкпелеген. Сол өкпемен әбеннің бір шақырғанына бармаған. Қорықса өзі тығылар деп 40 өгіздің тұсында Бекболаттың әкесінен бір өгіз алдырған. Сейіт оған ығыспаған. Содан кейін әбен Сейітпен ауылнайлас Дүрбеуіл дегенді қолына ұстап адам қылған. Сейіт Дүрбеуілге ел белетпеймін деп ауылнай ішінен партия ашқан. Дүрбеуілге әбен атсалысқан. Дүрбеуіл жақтағы біреудің Сейітке тән, біреуде ақысы бар деп милиция жіберіп, бір сиырын қудырып алған. Сейіт баласын жіберсе де сиырды қайырмаған. Содан былай әбеннің Сейітке тізе көрсетуі көбейген. Ол жақтың қатындарын жесірін кетірткен, жер дауын туғызғаны, аласыларын бергізбеген, барымта кірістірген, әйтеуір пәлені еккен. Сейіт әбенге қарсы тұруға қармаулы сүйенер ем болмай, бата соғалмай жүретін. Жақын арада осы жылтырдың қуғанымен әбеннің қойған болысын түсіріп, оның орнына қаладағы Күреңбай деген көменес етікшіні болыс сайлатқан еді. Жылтыр өзі қойған Күреңбайын салғаннан әбенге қарсы шығарып, бұрынғы ауылнайларды түсіртіп, өзіне тән адамдарынан қойғызып еді. Бұрын ел билеп көрмеген етікші қалай үйретсе де, әбенге төтеп бере алмай, елді меңгере алмай, есі шығып жүреді. Кешегі пошта тартып алуы да жаман болысты, басынғандығы ғой. Бекболат жылтырға жолыққандан бері бұл әңгімелерге әбден қанған. Енді жылтырды өзімсініп, біздің отағасы да әбенге наразы адамның бір ғой. Әлгі арыздан ол кісіні шығарып тастауға болмас па екен, деп сұрады. Бекболаттың аңқаулығын сезе қойды да, жылтыр, әбден болады, деді әлдеқашан жіберіліп қойғанмен жұмысы жоқ. Неге десең, жылтырға ел керек қой. Бірақ жылтырдың жымиғанын Бекболат та сезді. Әлгі сөзді байқамай айтқанын біліп, бірақ ол арызыңыз жіберіліп қойған жоқ па, деді. Ол арасы оңай, ретін табармыз, деді. Ретін тапсаңыз дұрыс дегендей болды. Ар жағы жылтырға сенбеді. Бекболаттың жылтырға сенбейтін де жөні бар ғой. Қалай сенсін? Жылтыр аты шулы алаяқ. Оның қылмаған бұзақылығы жоқ. Ол әуелде Матайдың әбеніне тілмаш болған. Әбенмен бірігіп елді қанаған. Әбенге шәкірт болған. Ол қазынаның ақшасын да жеген. Талай адамдардан қарызға ақша алып, дәт тегізген. Төңкеріс кезінде елге сайлаушы болып шығып, параны өкірткен. Бір тайпа ауылға түгел ет ас деп әмір қылып, еттеріңді өздерің жей деп жүріп кеткен күндері де болған. Ұлықтығын көрсетпекші ғой. Ол шалқасынан жатып, 7 қызға аяғын жолғызған. Кемесермін, баудамошынмын, бұйрығым бар, мандатым бар деп елден салықта жинап алған. Ол түгіл бұл жылтыр кісі де өлтірген. Ұрлықта қылған. Подлог мер, подлог документ алу да оның қолынан келген. Оның бүлдірмеген елі, екпеген пәлесі жоқ. Ол абақтыға 100 түсіп 100 шыққан. Ол бір сынап. Оның өтірігіне найза байламайды. Ол бір су,
орысшаға да қазақшаға да бірдей. Ол талай қызды алып қашқан, талайды тастаған. Қатын алу, тастау оған тымақ ауыстырып кигенмен бір есеп. Оның басына қандай тас тисе де бір қайтпайды. Ұрған сайын борсықша семіреді. Қашан көрсең де көзі ойнақтап, пұшықтау мұрнының жұқа танауы делдейіп, дөңес маңдайы жалтырап, қонақ қыланша аты қаралап тұрғаны. Өзі де орта бойлы, арам ет жоқ, қағылез, сайтан секілді ұшып тұр. Жүріс-тұрысына, бет құбылысына, қол сермесіне көз ілеспейді. Бір минутта жүз құбылады. Бекболат бұрын Жылтырды алаяқ деп естейтін, бірақ өзі көрген емес еді. Енді Жылтырмен таныс болған соң, мұндай да адам болады екен-ау, бұларға өлім жоқ-ау деп таң қалып жүрді. Әйтсе де, бұл кәпір елде қай жерде аунатып кетеді дегендей қауіпсінді. Бет аузы да, өзі де, сөзі де жып-жылмағай, қолға ілінерлік, табан тірерлік, түк кедергісі жоқ. Жылтыр мұздың үстінде тұрған кісідей болды. Не де болса, ауруханадан кетсем екен, елге, кеңге шықсам екен, Байсалды Қазақты көрсем екен, мынауың құрып қалсын. Адамның басын айналдырып жіберді ғой, деген оймен Бекболат ауруханаға кірді. Кірсе, дәрігер киініп кеткелі жатыр екен. Мені қашан шығарасыз деп тағы сұрады. Дәрігер ертең деп басын шұлғыды. Бекболат көңілін бірдемдеп, төсегіне келіп жантайып, ақбілегін тағы ойлады. Ертеңінде сәскеде дәрігер жарасын көріп, дәрі сеуіп, қайта байлап шығуына рұқсат берді. Әкесі атқа мінесің, тойға барасың деген балаша қуанып кетті. Аурухананың киімдерін тастап, өз киімін киген соң адам сияқтанып қалды. Тысқа шығып, шапанының өңірін сілкіп, жауырынын қимылдатып, қапастан шыққан құстай қомданып алып, артына қарамастан қаздаңдап жөнелді. Күн бұлттау, түнде жаңбыр жауып, жер сабыр боп қалған екен. Таныс қала, таныс көше, олай-бұлай өтіп жатқан мәтшке солдат. Үйес кеңсесінің алды толған қазақтың аттары. Бекболат 2-3 көшені айналып салған бойымен Төлегеннің пәтеріне келді. Төлеген үйде жоқ, қызметінде екен. Қазаншы мәтшке ас үйде тамақ істеп жатыр екен. Аман деп тани кетті. Етті көп асып жатырсыңдар ғой. Қонақ келеді. Қандай қонақ? Комиссар, көп комиссар. Мен де қонақ болам, деді күліп. Жарайды, арақ көп, шошқа бар деп Мәтшке қалжыңдады. Қой, шошқан құрысын. Мәтшке күлді. Бекболат көр жерді айтып тұрып, арғы ас үйге қарай жөнелді. Мәтшке, аяғың сүрт, деп жеңнен тартты. Өйткені тақтайды жаңа жуып қойған екен. Құрып қал, аяғым таза, деп босағада жатқан дымқыл кенепке аяғын сүйкеп арғы бөлмеге кірді. Тап-таза 2 бөлме, ауыз бөлме, ортада үлкен үстел, жағалай орындық, бұрышта ілуі Төлегеннің киімдері, 2 шалбар, бірі қара шұға, бірі көк диагонал, күзен ішік, брезент сулық, шолақ камзол, сырма шалбар. Соңғы екеуі Төлегенге киюге лайық емес, мұны қайтеді екен деп ойлады. Бұл бөлмеде біраз отырып, киімдерді көтеріп көріп, осының бәрін бір өзі киіме дегендей, басын бір шайқады да жоғарғы бөлмеге кірді. Қосайнектің арасында көк шұға жазу үстел отыр. Ортасында 4 бұрышты, бұрыштары былғары, қалың қызыл қағаз. Жез қақпақты, 4 қырлы тас дәуіт. Оның 2 жағында 2 жез шамдал, қалам қыстыратын, шылым салатын тағы бірдеңелер. Үстелдің ірге жағы қаттаулы кітаптар, қарсы қабырғада, бұрышта жалтыраған. Солқылдақ крауат, ақ жастық, мауыт көрпе, крауат алдында жерде кішірек қызыл масаты. Қабырғаларда үлкен-үлкен 3-4 сурет. Крауаттың аяқ жағында айналы шкаф, жұмсақ барқыт қапталған 6 орындық. Мұнша аспаптар қайдан келген? Осының бәрін Төлеген ақшасына сатып алған деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Төлеген мұның бәрін кеңседен алған. Кеңсе қаланың байларынан жиналған. Өйткені қызылдар келісімен байлардың мүлкін қазынаға көшірген ғой. Төлеген сияқты есебін тапқан қызметшілер қазынадан пайда қылмай тұрсын ба? Төлегеннің алатын да жөні бар ғой. Ол өзі протокол.
деген кеңседе Кенесарының орынбасары. Өйткені Төлеген жылы жерді біледі ғой. Жақсы киім, жақсы тамақ праткомшілерден табылады ғой. Бұлардың қайдан келгенін Бекболат қайдан білсін? Төлеген қара басында құнтақты жігіт екен деп ойлайды. Анығында да Төлеген құнтақты жігіт еді. Жақсы тұрғанды кім жек көреді? Сонда да Төлеген ел пайдасы деген сөзді аузы айтқаны болмаса, ар жағы өз пайдасын көбірек қарастырушы еді. Ол қазаққа обалы болар демеуші еді. Елден лау, азық-түлік, салық жинайтын болса, Кенесарының айтқанын екі қылмауға жанын салар еді. Жиналыста еш уақытта айтысып тартыспаушы еді. Өз ойын жарыққа салудан өлгенше сақтанар еді. Өзінен үлкен әкімге жағынудың ілімін әбден білген еді. Бірақ өте ақ жарқын жайраңдаған жігіт еді. Анамен де, мынамен де табарыш деп өтірік күлгенсіп, иыққа қағып сөйлесер еді. Өзіндей жастар партияға жазылып жатса да, Төлеген әлі жазылған жоқ еді. Жазылмауында есеп бар еді. Қызылдар құлап қалса кім біледі? Одан да байқай тұрайын деп ойлаушы еді. Алайда партияға кірген жолдастарымен пікірі, қызметі, ым-жымы бір еді. Пікір дерлік Төлегенде пәлендей пікірде жоқ. Көптің ауқымы оған пікір. Коммунистер не айтса құп. Алайда Төлеген пікірсіз жігіт емес, онысы рушылдық пікір еді. Қызметке адам сайласа, елге кісі жіберілсе, елден шығын жиылса, өз еліне, өз тұқымына бүйрегі бұрып отырар еді. Бірақ ол бұрғанын өмірі сездірмей, еппен іс қылар еді. Төлеген қолы ашық мырза еді. Әсіресе оның мырзалығы жолдас арасында көрінеді. Жолдастары түгелдей пратком деуші еді. Праткомнен табылмайтын нәрсе жоқ. Киім, тамақ бәрі сонда ғой. Төлегеннің пратком болуы өзіне де, кейбір жолдастарына да теріс емес еді. Оны екі жағы да сезуші еді. Сондықтан Төлегеннің тұрмысы тәуір боп жатқанын көрген сайын, олар жымиып, «Әй, сен мыналарды қайдан тауып ала бересің?» дегенде, Төлеген де мырс етіп, елді күнді табылады ғой», дей салушы еді. Міне, бүгінгі Төлегеннің қонақ шақыруы да сол жағынудың салдары еді. Жағынбай қайтсын, шешесін өлтірткен, қарындасын масқаралатқан Мұқаш туралы партияда сөз бопты. Мұқаш еңбек сіңірді, оны бір жақсы орынға қою керек десіпті. Қандай орын беруді ревкомге тапсырыпты. Ревкомдегі Балташ, кім біледі, Балташ кедейшіл бір беткей жігіт. Мұқашты Сарытауға болыс қылып жібере ме, және әбен бай болыспен шатақтасып жатқаны мәлім. Сарытау болысын өзгертпей тұра ма? Мінекей, көк сүркeye қалпағының астынан қара бұйра шашы мен тышқан көзі бірдей көрініп, мұрты қырылған көк аяз ерні өтірік жымыңдап, жуан портбелін қолтықтап, әсем киімді Төлегеннің өзі де келді. Келе жатып, мәчукесінен оны-мұны сұрап, үй үшін түгел шауып, «Великолепно, великолепно» деп сөйлеп кірді. Оның дауысы шығысымен Бекболат орнынан тұрып, алдынан қарсы шықты. Екі бөлменің арасындағы табалдырықта қарсы жолығып, Бекболат сәлем берді. Төлеген қолын созса да, табалдырықтан өтіп барып қолын ұстап амандасты. Неліктен екені белгісіз, табалдырықта тұрып амандасқан кісі араз боп кетеді деген орыс әйелдерінің ырымы сол арада ойына түсе қалып еді. Аман есен шықтыңыз ба? Жақсы болды. Қызметтен қол тимей барып тұруға да болмады деп соңғы кезде көңілін сұрай алмағанын шайып жуды. Онысы да өзінше есебі ме, кім білсін. Портбелін үстелге қойып, ауыз үй жаққа барып, мәчукесінде бірдеңе тапсырып қайта келе жатып, ел жақтан хабар бар, сіздің ауылда аман дейді, біздің отағасы да, деп келе жатып әнтек кідіріп, жақсы, көңілді болса керек, деді. Онысы қарындасының табылғанын естіртпек болған еді. Қалыңдығын табылыпты деуге, өзін қайнаға көріп, туралап айта алмап еді. Оны Бекболат та сезе қойды. Естідім, жақсы бопты, деді. Төлеген Бекболаттың Ақбілектен әлі көңілі айнымағанын сезіп, тәуір көріп кетті. Тәуір көргендігін немен білдірерін білмей, «Шылым тартасыз ба?» деп қалтасынан күміс тәбетіркесін шығарып, әдемі шылымын алдына жайып қойды. Бекболат шылым тартып, машық қылмаса да, алмауды қолайсыз көріп, екі бармағының ұшымен қолы әнтек қалтырап,
шылымдарын шашып төгіп бірін алды. Екеу-үшеуі үстелге түсіп қалып еді. Оқасы жоқ деп Төлеген Бекболаттан бұрын жинап сауытына сала қойды. Мынадай құрақ ұшып тұрған оқымысты қайнағасын көрген соң Бекболаттың көңілі Ақбілекке бұрынғыдан да бекіген тәрізденді. Мынадай қайнағасы, анандай қалыңдығы бар жігіттің не арманы бар дегендей әнтек мақтаныш кірді. Бір жағынан өзі қарапайым қазақ болғанына оқымысты қайнағасының алдында қорынайын деді. Әлгі қолының әнтек қалтыраған себебі де сол еді. Төлеген қоржын шалбарының қалтасынан жұпар иісі мүңкіген ақ орамалын алып, олай-бұлай аяңдап жүріп, мұрнын шұқылап сүртті. Бекболатқа оның бұл жұмысы да үлкен төренің қалпы тәрізді көрінді. Келген кісімен сөйлеспей отыруды тағылық деп білетін Төлеген, күйеуімен тіл қатыспай отыруды қолайсыз көріп, аяңдап мұрнын сүртіп жүргенде не тақырыпты сөйлеуді ойлап жүреді. Сыпайы сөз осы болар деп, бүгін бір қонақ шақыруға қамқып жатыр ек, дер кезінде жақсы келдіңіз деді. Қазақтың дәм үстіне келген адамға мақтап жүреді екенсіз дейтін мәтелін айтқысы келсе де, оным тым қазақылық, тым ақтарылғандық болар, қайынаға басыма, оқыған басыма лайық болмас деп өзін өзі тоқтатты. Жақсы келдіңіз дегенде Бекболат та бірдеңе айтқысы келіп қозғала түсіп, орынды сөз табылмаған соң ниетім түзу ғой дегендей ажарланып, дей салды. Губернияден бір азаматымыз келіп еді, оны да шақырып едік деді. Оны айтқаны бір есептен жақындықты білдіру үшін өз әлемінен де хабар бергені. Екінші губерния азаматтарымен де әріптеспіз дегендей күйеу баласына кішкене қоразданбақ еді. Әйтеуір сөз қатайын деп Бекболат қозғалыңқырап, ол кім деген жігіт деп сұрады. Төлеген ол келген Ақбала деген губрепком мүшесі екенін білдірді. Осындай сыпайы сөздермен біраз отырған соң Төлеген тамақты білейінші деп ауыз үй жаққа кетті. Жалғыз отыруды қолайсыз көріп Бекболат та бой жазуға қораға шықты. Қонаққа алдымен Ықаң мен Тыпаң келді. Төлеген алдынан шығып, Ықа, келіңіз деп қолын ұстап орындық ұсынды. Бекболат та қолын көкірегіне басып сәлем беріп қолын ұсынып еді. Ықаң көзілдірігі арқылы сүзе қарап, қу сүйек мықыр қолмен бостау ұстап, аманбысың деді. Тыпа, келіңіз деп Төлеген шотпақ қара кісіге орындық ұсынды. Бекболат Тыпаңды тани кетті. Екі қолымды бергенім қата болды ма деп жеңін сыбанып, қалақтай алақанын Тыпаңның жып-жылы жұмсақ уысында қырынан сұға қойды. Тыпаң көзінің астымен бір қарап, аман ба шырағым деген иегін болар болмас қозғалтып Ықаңның қасынан орын алды. Төлеген екі қонағына жайлаңдап, қанша айтқанмен бұрынғының кісілері қамшы салдырмайды-ау, жақсы келдіңіздер деп білезігіндегі көздей сағатына қарады. Төлегеннің сөйлеуі мұңақ екен. Ықаң үлкен қылмысты боп қалған кісіше шошып кетті. Көзін бажырайтып, аузын үңірейтіп, ерте кеп қалдық па деп басын қалтаң еткізді. Ықаңмен жарыса Тыпаңда белгілі Қазекен баласы емес бізге. Ет дегенде бет бар ма деп Ықаңға бір қарап, қарнын бүлкілдетіп күлген болды. Жоқ, ерте емес, алдымен келгендеріңізге қуанып айтам деп Төлеген жылмаңдап, мінекей, тартыңыздар деп манағы күміс сауытын ашып алдарына қойды. Бәсе деп Ықаңның көңілі жайланды. Көнетоз шолақ қара бешпентінің қалтасынан ұзыншақ ақ қалбырын алып, ептеп ашып алдына қойып жатып, рахмет, мен өз темекімді тартпасам қанбаймын деп орысша бір-екі сөз қыстырды. Тыпаң орған шабындының түбірі бейнелес шашын бір сипап, мәукілі басын бір шылғып, быртық саусағымен бір шалмалып, бізге табылғаны бола береді деп бопылдатып алып сора бастады. Ықаң ақ қалбырынан төрт бұрыштап қиып, қаттап салған қағаздан бармағын жалап, бірді алып, қиыршық темекісін баптап орауға кірісті. Шылымын жуантық қылып, орап қайта-қайта жалап жапсырды да, шүмекке шөметай орнатқан анаша, ыс болған шолақ түтігіне нығырлап, бұрай сұғып, жілік тістеген майлаяқша бір езуіне ырсита қыстырды. Сонан кейін қаттаған уақ қағаздарын темекінің үстіне салып, қақпағын мықтап жауып, манағы қалтасында қалбырын жайғастырды. Мына қалтасынан оттығын алып, қабын сол бармағымен мықтап ұстап тұрып, оң қолмен шырпының тұмсығын
шарықтың қалған жеріне дәл тигізіп тұрып, сермеп кеп қалды. Оттық пыс ете түсті. Ықаңның шылым жасап тартқанына Бекболат қарай қалды. Өйткені Ықаңның шылым жасап тартқаны үлкен тақуалардың баптанып, дәрет алып, намаз оқығанынан бір кейін қалған жоқ. Мойнындағы бір ауыр міндетті атқарғандай, өмірдің бір мақсаты сол шылымда тұрғандай, сонша ықыласын қойғаны Бекболатқа жат көрінді. Ықаң шылымын тұтатқанда әуелі аузын толтырып, түтінді жөдемелете будақтатып жіберді. Оны көргенде Бекболаттың көзіне кешке таман басына күл шашқан бұқа елестеді. Сөйткенше болмады, жел тұрып түтін азырақ серпілейін деді. Ықаң тұтатып алған соң аузынан жел жіберіп, түтінді айдап, шылымын сұқ қолымен ортан қолының арасына қысып, рахаттанып отыр екен. Әлде біреу Ықаңның шылым тартқанын осынша сөз қылғаны несі дер-ау, десе жетпегендігі де. Мұнда үлкен мән бар. Көңілді қына, көзіңді торта басса, күйінсең, өкінсең, қайғыңды ұғар, сөзіңді тыңдар жан болмаса, қайғыға қарсы тұруға қайратың жетпесе, ішке толған қапырықты шылым, насыбай, апиын, арақ болмағанда немен сейілтер едің? Дәрігерлер темекіні де, арақты да, апиынды да у дейді, денеңді улайды, тамырыңды қуалайды, қаныңды бұзады, дертті қылады, жасыңа жетпей кәртейтеді, өлтіреді дейді. Әлде көңілдің шері о емес пе? Ол жаныңды жемей ме? Әлде мейірімсіз, қорлық, зорлық, жауыз өмір о емес пе? Зәрдің басын зер алар деп неге айтыпты? Әлім де, ілім де удың зиянын өзгелерге айта берсін. Біз Ықаңның шылым құмарлығын сөге алмаймыз. Сөге алмайтынымыз Ықаң шынаты Ыстыбай ғой. Бұрын үлкен қалада тұрып, атбекетті құрып, арғымақтың, арақтың игілігін көрген. Орыстан қатын алған. Керекең тұсында құрылтай мүшелерінің тізіміне де ілінген. Өзінше болған, толған кісі ғой. Қызылдар келісімен сол салтанатты тұрмыстан жұрдай боп, шаштың ағында, өлер шағында ел тауып осы қалаға келсе де, пәтер, отын, үй сайманға жармай, қызына пәлте, ұлына етік таба алмай, кәрі кемпірі күнде құлағын мүжуші еді. Өзі бір бөлімнің бөлімшесінде падателде орынбасарлық қызметін атқарушы еді. Ықаң қайдан оңсын? Ащы темекісін бепаздап тартпағанда Ықаң енді не бітіреді? Қой, Ықаң байғұсты не қыласыз? Тыпаң болмаса. Тыпаң, міне жаңа бәтеңкесін көлденеңдетіп екі аяғын айқастырып отыр ғой. Қарашұға шалбары да ескінің жұрнағы ғой. Қоңыр пенжегі де әлі сыны кете қойған жоқ. Қайырма жаға тақталы көйлегіне қара шұбар галстукте тағып қойыпты. Тыпаң деп отырғанымыз Тышқанбай деген кісі ғой. Ықаңдай үлкен оқулы болмағанымен бұрын орын тепкен, беделді кісі болған соң жұрт Тыпаң деп кеткен ғой. Ықаң да Тыпаң да дәулет құсы бастарынан ұшқан адамдар еді. Ықаң жаңа тәртіпті түгелмен жаратпаушы еді. Өйткені омырау бәлшебек келді де, баяғыдан бергі қызметті де, абырой атақты да, әдет ғұрыпты да талқан қылды. Оқығаның, білгенің де, сақалыңның ағы да 5 тиын тұрмай қалды. Одан да жаман пәлесі пенсие бола ма, жоқ па, қараңғы. Оның үстіне бірдемесімен жасты бала шағаның ұлық болып, олай қыл, бұлай қыл деп бұйырғаны батып барады. Төлеген сияқты Құдайға қараған біреуі болмаса, Балташар, әне бір қылай көздер кез келгенде сәлемде бермейді. Ал Тыпаң көр жерден безобразия, пәлен, түген деп қабағын түксейтіп бодырағаны болмаса, Сәбет өкіметіне пәлендей қарсылығы да жоқ. Сығалап қызмет қылып, көндігіп келе жатып еді. Өйткені Тыпаң тесік табатын епті кісі ғой. Ал Ықаңда онда еп жоқ. Но, деп бірақ өлетін кісі ғой. Айтпақшы, Ықаң мен Тыпаңның жасы туралы түк айтпаппыз ау. Ықаңды 50-де десең де, 60-та десең де үлкен қаталасқан кісі болмаймыз. Өйткені маңдай терісі құрысып, бет аузы тұрызып, көзіне тарта байланып тұратын кісі ғой. Ал Тыпаңның жасын адам біліп болуы қиын. Өте құбылмалы еді. Өйткені анкет толтырғанда 45-те болып шығушы еді де, жасырақ әйел отырғанда 30-35-терге түсіп қалушы еді. Төлеген қазақшылығы ұстады ма,
немесе бір күніме керегі болар деді ме? Жастардың қатарында бұл екеуін қонаққа шақырған еді. Оған бұлар біз де жас екенбіз дегендей әлдеқандай боп дардиысып келіп отыр еді. Тыпаң қыбыржып қарап отыра алмайтын кісі ғой. Қалай, Төлеген, қызмет жақсы ма? Немене, әнеугі қалашылардың астығын қайтарттыңдар ма? Бұлар тіпті безобразия ғой деп қазаққа қабырғасы қайысатынын білдіріп, зорлық, жәбір көрген қазақтардың арызын сөз қылып отырды. Тыпаң әлде бірдеңені көптіріп айтқанда Ықаң көзін ежірейтіп, разбе? Разбе деп таңырқағанын білдірді. Ықаңның таңырқайтын да жөні бар. Өйткені баяндама, от-шөт, анкет, нұсқау секілді есепсіз мол қағаздың ішінде кіріп кетіп, басы қатып, сыртқы дүниеде не болып не қойып жатқанынан хабары кемеді. Дала қазағының не күйде жатқанын сұрап білейін деген пәлен ойы да жоқ еді. Әңгіменің көбі жалақы, пәтер, отын, темекі, қысқасы күнкөріс жайынан болды. Сөйтіп отырғанда жуан портфельдерін қолтықтаған өңшең қылқан кескендей жас кемеселер де келіп қалды. Бұл келген 4 жігіттің бірі қошқар туған қозыдай келбетті, бітімді ақбала еді. Енді бірі келбетті де, киімі де қоңырлау, жүріс-тұрысы да солапаттау Балташ деген жігіт еді. Одан соңғы дердек ерін, жалпақ мұрын, бір көзін аса, бір көзін баса қарайтын Доға деген қара бұжыр жігіт еді. 4-ші Доғаның жанында ершіктей, Балташтың жанында шаппа шоттай жымбырайған Жорғабек деген кісі еді. Анау гүбірнеден келген ақбала, мынау уездің бастығы Балташ, Доға, Әкболбас Жорғабек жер бөлімінде қызмет етеді. Кемесерлер саусылдап кіріп келгенде Төлеген, келіңіздер деп алдарынан жүгірді. Біздің Бекболатта ұшып түрегеліп босағада қаздайып тұра қалды. Деп Тыпаң да қутыңдап түрегелді. Ықаң тұрудың да отырудың да есебін таба алмай, деп күшеніңкіреп, орындықтан бөксесін тиер-тимес көтеріп бүкшиді. Тыпаң бір екеуінің қолын ұстап, қалған екеуіне бүгін біз көрістік қой деп өтірік жымиған боп жатыр. Ақбалаға қарап, Ықаң басын қылқың еткізді. Бер шегінде тұрып, Бекболат та қалақтай алақанын қырынан жапсырып жатыр. Кемесерлер қалай болса солай портфельдерін лақтырып тастады. Балташ кереуетке барып серең ете түсті. Жорғабек Тыпаңды сағалап орын алды. Ақбала отырмай үстелдегі кітаптарды алып аша бастады. Доға әйнек алдына жеке отырып, бір көзін қысып қойып шылым тартты. Өңшең жақсы киінген төрелер кие жара келіп үйді билеп кеткен соң, Бекболат қымтырылып, әрқайсысының бетіне бір қарап, босаға жақта тұрды да орындықтың шетіне таман ептеп отыра қалды. Төлеген бір кіріп, бір шығып, ауыз үйге барып, пышақ шанышқыларын сылдыратып, тамақ дайындатып жүр. Ақбала бір кітапты қолына ұстап тұрып, мынада Каутскийде бар ғой, деді. Төлеген ауыз үй жақта жүріп, бізде Энгельс те бар, Маркс болудан да дәмеміз бар, деді. Қойшы, Маркс болып жарытпассың деп төсекте жатып, Балташ кекете сөйледі. Жорғабек пен Тыпаң ымы-жымы бір кісіше бастары тиісіп, күбірлесіп, күлісіп, бірдеңе айтысып отырды. Тек арақтың жайын сөйлесіп отырды. Білем. Жорғабек, ішуге неге болмасын, деп қалды. Бұл мәжілісте адасқан қаздай ана шетте жалғыз қалған Ықаң, бұл жақта Бекболат еді. Ол кісі төмен қарап, тағы да шылым жасауға кірісіп еді. Шылымын тұтатып алған соң Ықаң теріс қарап, аяңдап жүрген Ақбаланы нұсқап, Тыпаңды ақырын түртіп, бұл қай бала деп сұрады. Губревком члені Ақбала деген жолдас деп Тыпаң аузын толтыра жауап берді. Ол кезде Губревком члені естімеген кісіше өлең айтқан боп ыңылдады. Аяңдап жүріп әдемі кереуетке, масаты кілемге, барқыт орындықтарға көзі түсті. Қабырғадағы Хлюпа, Ленин, Троцкий жолдастардың, олармен қатар Төлегеннің суретінде байқады. Шкафты, үстелді, ана жақтағы киімдерді де шолып өтті. Тұрмысың жарайды жігітім, қонақ шақыратын жөнің бар екен деген мәнде аяңдап жүріп, да, деді. Уездік жерде кімдер қызмет қылады?
кімі қалай тұрады, кімге сенуге, кіммен істесуге болады, олар немен шұғылданады, қандай кітап оқиды, орыстармен арасы қандай, кедейшілі, байшылы, адалы, арамы қайсы. Міне, мұндай нәрселерді білуге Ақбала құмар еді. Әлгі олай-бұлай аяңдап, әр нәрсеге көз салғанда, ымда дегені сенің жайыңды да білдік дегендей бір қорытынды пайда болып еді. Ақбала тұтқиылда Балташтың қасында тоқтай қалып, мұндағы байлар тегі жақсы тоналған ғой деді. Үйдің төбесіне қарап, шашын үрпете уқалап, сен көменес болсаң, мен де көменеспін деген түрде шал жиып жатқан Балташ оқыс сұрауды естіген соң, еңсесін азырақ көтеріп, мойнын қыңғырайтып, бір көзін сығырайтып, сыбауыштарды өкіртті ғой, деді. Онысы бай итті қанша тонаса да, менің қыртыма келмейді деген еді. Өйткені Ақбаланың не оймен сұрағанын білмей, өзінше байшы кедейшілігімді сынағалы сұрады ғой деп жорып қап еді. Сұрауына Балташтың теріс мән бергенін Ақбала сезе қойды да, оған сенімін сездіргелі. Сол мүліктер орыстардың қолында кетті ме? Қазақтардан да пайдаланушы болды ма деп сұрады. Бұл сұрауға бәрі де құлағын тігіп аңтарыла қалды. Балташ барқыт орындықтарға қарап, мекемеге келген мүліктен біздің кейбір жігіттердің де алып ұстап жүргені бар, деді. Сол кезде ана жақта жүріп, құлағы шала шарпы шалып қалған Төлегендей жетіп келіп, Балташқа қарап, ол не, деді. Балташ саған келген пәле жоқ деген кісіше бетін тыржитып, жай әншейін дей салды. Төлеген әнтек қипалақтап тұрып, қане жолдастар, тамаққа жүріңіздер, деді. Қонақтар керенау қозғалып, ауыз үйге қарай аяңдасты. Олардың арт жағынан келіп, Бекболат та бір шеттен отырды. Жас төрелер Бекболатты жан екен деп елеп, кім деп сұраған да жоқ. Бекболат оған әнтек қорланып, ішінен оларды ұнатыңқырамай отырды. Тамақ мол болды. Алдымен ортаға туралған ет қойылды. Оның артынан кеспе келді. Одан кейін домалақтап қуырған шапқан ет тартылды. Соңынан қарбыз сойылды. Етті үстелге әкеп қойысымен Төлеген төргі үй жақтан ішіне тығып бірдеңе алып кебеді. Тыпаң жымың ете түсіп білмегенсіп, сенің қолыңдағы не деп өңірінен тартты. Ештеңе емес, кішкене әлгі не еді деп қолын үстелдің астына таман ұстап қипақтады. Немене, тазасы еді деп Тыпаң тағы қозғалды. Кішкене боз жорға еді деп Төлеген сыпайы қонағына қарап жымиды. Үй, оның реті болмас деп Балташ түсін суытқансып, көзінің қырмен Ақбалаға қарады. Біздің құбыжығымыз жоқ, сендер болмасаң деп Тыпаң қарнын бүлкілдетті. Өзі де пәлен көп емес, тек аппетит үшін деп Төлеген мөлдіреген бөтелкені суырып алып, үстелге қоюға ыңғайланды. Бәрі де бөтелкеге қарай қалды. Құрғыр, сен мұны қайдан тауып жүрсің деп Жорғабекте бір тамсанды. Төлеген, елді күнді бірдеңе болғанда дегенде, бұл табатын жерін біледі деп доға да бір көзін сығырайтып тамсанды. Бүгін кешке заседание жоқ бекен деп Балташ Тыпаңға қарады. Бүгін жоқ қой, өзі де бір шатынап тұрған нағызы білем деп бөтелкеге қылмыңдады. Бұлар сөйлесіп жатқанда Ықаңның екі көзі бөтелкені ішіп жеп бара жатыр еді. Ықаң арақ татпағалы қашан, мынау бір дәулет қой, әттең, дүние өзіне дербес тиермеді. Жұрт олай-бұлай десіп, арақтың градусын санап, қипақтап отырғанына Ықаң шыдай алмады. Алдында тұрған стақанды ұсынып, бұл жарықтықты әуре қылмай, құйшы қарағым деп жұрт ду күлді. Манадан бері сыпайысып отырған Ақбала да ақсақал айтты ғой, құй енді, деді. Төлеген жымыңдап, жөні сол ғой деп даяр тұрған суды қосып стақандарға құя бастады. Балташ жан-жағына алаңдап Бекболатқа, әне, бір әйнектің шымылдығын түсіріп жіберші, деді. Қонақтар стақандарын көтеріп, кәне, мұны кімнің құрметіне ішеміз дегенде, мұндайда көсемсіп отыратын Тыпаң қыбыржып Ақбалаға қарап, жаңа келген қонақтың құрметіне ішу керек шығар, деді. Ақбала жұлып алғандай, ол жарамайды, басқа бірдеңе үшін, әлеумет маңызы бар жұмыс үшін демесеңіздер, деп өзінің әлеуметшіл екенін, өзін көтермелегенді қаламайтынын білдірді. Сол кезде Балташ ұшып түрегеліп стақанды көтеріп, жасасын Совет өкіметі деп әркімнің стақанына бір шағылыстырды.
Жасасын деп бәрі де шу ете түсті. Жалғыз ықаң тыпаңдардың көз құйрықтары ұшырасып қалғаны болмаса, жасасын деген дауыстың кемдігі болған жоқ. Қайта тыпаңның жасасыны басым шықты. Екінші көтерілісте Балшабекті, үшіншісінде қазақ апатономиясын, одан кейін жаңа қонақты, ең аяғы үй иесін де жасатқызып, арақ бірте-бірте ішіле берді. Тек Бекболат бұл көтеріліске қосыла алмай, көзі бажырайып, шанышқымен әлек боп отырды. Бір бөтелке спирт, 2,5 бөтелке арақ болды. Арақ ішілген сайын күлкі көбейіп, мәжіліс қызуға айналды. Ақбала көпірне жұмысын 3 есе арттыра мақтап, өздері тындырып жатқан болды. Манадан бері салқындау отырған Доға мен Балташтар да Тыпаң мен Жорғабектердің қалжыңына құлақ қойып, кейде олармен бірге күлісіп те жіберді. Ықаң көбінесе араққа дендеді. Ет жағына келгенде Доға мен Тыпаң бетін салды. Манағыдай емес, қонақтар қызарып, қызып сөйлегенде бірінің иығына бірі асылып, көздері кішірейіп, бірін-бірі тізеге салып қап, стаканды кейбірі түсіріп алып, шалымдар да қалай болса солай үстелде жатып қалатын күйге ұшырады. Орыс шаласу, түтін салысу, күлісу мыйдай араласты. Тамақтан кейін қонақтар төргі үйге кетті. Бұлардың сөзі де, өзі де Бекболатқа түсініксіз көріне бастады. Бұларды басқа дүниенің адамдарындай, өзімен олардың арасын жер мен көктей көріп, оқымағанның кемдігін Бекболат сонда бір қатты сезді. Бұлар да өзімдей жігіттер-ау, оқысақ біз де осылардай боламыз-ау, деп азырақ күндегендей болып отырды. Әйтсе де өзін елемегеніне қорланып, намысы келді. Оларды да кемітпек болды. Түтінін бұрқыратып, шылым тартқаны, арақ ішкені, қағаз шимайлағаны, орыс жаласқаны болмаса, бұлардың өмірінде не қызық бар? Тар үй, тар қала, тар көшеде, анау ұлан байтақ даланы, асқар ала тауды, жасыл орманды, ит жүгіртіп құс салғанды көрмей, неғып шыдап жүреді екен, неғып бойы жазылады екен. Япыр-ау, бұлар мүлде осыған үйреніп алған-ау, орыс болған-ау. Әке шешесін, ел жұртын бұлар да ойлай ма екен? Бұлар да бізге ұқсап, Ақбілек сынды қызды жақсы көре ме екен деген ойлармен ауыз үйде отырып қалды. Мәтүшке келіп, орындықтарды қозғап, үстелдегі ыдыс-саймандарды жия бастады. Бекболат Мәтүшкеге оралғы бола берген соң, тысқа шығып, қолын жуып, бой жазды. Өйткені шылымның түтінімен басы зеңіп қалған екен. Есік алдындағы тепкішекте Бекболат бір қыдыру отырып қалды. Ауруханада ағып тұрған Жаутырдың сөзінен басы даң боп, Бекболат тезірек елге кетсем екен деп бір ойлап еді. Енді мынау өңшең орысша сөйлескен, шылым тартқан, арақ ішкен, бықсыған қазақ әкімдерін көрген соң тағы да ел есіне түсті. Тағы да елге қайтқысы келді. Бұлардың ішінде елеусіз бөтен кісі болып отырғанша, мен де өзімді ұғатын, өзіммен қалжыңдасатын, өзімді қадірлейтін жолдастарымды көрсем екен деп ойлады. Ауылдан кісі қатынасатын кезі болса керек еді. Неғып келмей жатыр? Әкей де сөзбен әулігіп кеткен біртүрлі зеңбас адам ғой, мені керек қылмағаныма, деп ішінен әкесіне ренжіді. Бекболат ауыз үйге кіргенде төргі үйдегі төрелер қызыл-қызыл айтыста жатыр еді. Бір мезетте Бекболаттың құлағы Матайдың әбені Мұқаш деген сөздерді шалып қалды. Мұқаш кәдімгі Ақбілекті шығарып беретін Мұқаш. Әбен мұның әкесімен араз болып жүрген әбен. Екеуі де Бекболатқа керекті кісілер ғой. Бекболат ептеп кіріп, босаға жақтағы бос орындыққа отырып, әңгімеге құлағын тікті. Сөйлеп тұрған Балташ екен. Үстелде жаюлы жатқан бір қағазды алақанының сыртымен соғып қалып, бұл арыздағы сөздің бәрі рас. Бай неліктен бай болады дейсің? Елді жеумен, нашардың қанын сорумен, солардың еңбегімен бай болады. Матайдың әбені меніңше елді құртқан, барып тұрған сволочь кісі, ең зиянды элемент. Меніңше оның көзін жою керек. Мұқаштың үстінен мына материалды бергізіп отырғанда сол сволочь. Рас. Мұқашты да мен тап-таза жігіт деп айта алмаймын. Елге зияны тиген де шығар. Бірақ оның зияны байға тиді. Ол нағыз каменес, идейный каменес. Цел
оправдать средства деп орысшалап барып кереуетке отырды. Жолдастар, маған кішкене сөз беріңдерші, деп бір көзін қысып доға қолын шошайтты. Ақбала тұмсығын көтеріп доғаның бетіне қарады да, айта бер, деді. Айтқанда былай, деп доға бір қолмен мықынын таянып, тартымды кісімсіп бастады. Матайдың әбені бай екені де рас, болыс болғаны да рас. Значит, ол елге беделсіз емес, беделі бар. Бірақ құр бай екен деп, байдың бәрін бір күнде жоқ қылуға бола ма? Болмайды ғой. Значит, мынау арыздағы сөздің көбі бекер. Бекер. Мұны жазып отырған белгілі отчаянный тақырдың жылтыры. Оның қазір қылмысы мойнына түсіп, арестовать етіліп отыр. Значит, бұл арызды қолданып іс қылуға болмайды. Ал Мұқаш болатын болса, ол да тонын партияға айналдырып, жамылып жүрген бір қу. Значит, оның ойы болыс болу. Осы күні партияға ұры қарылар да кіріп кетіп отыр. Жаман ауыл жешекейсіне жегі ұры жазылғаны кеше секцияда мәлім болып отыр. Значит, Мұқаш сияқты жігіттерді таза коммунист деуге болмайды. Оның қылмағаны жоқ. Елді ақтарға шапқызған, талатқан, қыз қатындарын бастырған, шығарып берген дегенде Төлегенге бір қарап қойды. Төлеген қызарып төмен барады. Бекболат да жерге қарап кетті. Значит, оның материалы міне қолда отыр. Значит, ол материалды тексермей, оны қызметке сайлауға болмайды, деп доға көбінесе қолмен, басымен сөйлеп барып сөзін бітірді. Ол бітірген кезде маған деп Балташ та Тыпаң да көтеріліп қозғалып қалды. Ақбала, ана кісі айтсын деп Тыпаңды нұсқады. Доғаның Мұқашты жамандағаны Бекболатқа ұнаса да, Матайдың әбенін жақтай сөйлегені ұнамады. Мына кісі не дер екен деп Тыпаңның аузына қарай қалды. Ау, жігіттер, жолдастар, бұл жұмысқа кішкене қызуламай қазақшылап қарайықшы. Жастар, жолдастар, сендер коммунист болсаңдар да қазақсыңдар ғой. Қазаққа бәріміз қызмет етеміз деп жүрміз. Қашаннан бері етіп те келеміз. Сендерден гөрі бір көйлекті бұрын тоздырдық қой. Қазақтың жайын жақсырақ білеміз десек, мақтанған болар мекенбіз, деп осы сөзім қалай шығып кетті дегендей Тыпаң бәрінің бетіне жағалай бір қарап қалды. Қазаққа қандай қызмет қылғаныңды білеміз дегендей Балташ тыржиып теріс қарады. Жорғабек мынау бүлдірді-ау дегендей біресе Ақбалаға, біресе Тыпаңға қарап қабағын түйді. Доға айта бер дегендей бас изеді. Ықаң шылымын орап, өзімен өзі болып, жем шоқитын құс тұмсықтанып, үстелге төніп қап отырды. Төлеген бұл әңгімеге қатысы жоқ кісіше төмен қарап, оттықты шыр көбелек айналдыра берді. Балташтың жаратпай отырғанын Тыпаң да байқады. Әншейін тек үлкендік, ағалық жөнінен неткеніміз болмаса, біз қатысатында сөз емес еді, деп манағыдай емес жасып қалды. Тыпаңның мұнысын естіген соң Ақбала, жоқ, айта беріңіз, сіздердің пікірлеріңіз де керек. Ел жайында сіздер қанық екендеріңіз рас деп қуат берді. Оныкі де қулық еді. Қулық екенін Тыпаң түсінсе де қызып алған кісі ер келеді ғой. Қашанғы қорғалай береміз дегендей сөзін тыға бастады. Манағы қазақпыз ғой деген сөзден қашайын деді. Сөздің шынына келейікші деп тамағын бір кенеп алды. Бұл өзі шатақ жұмыс, Сарытау елі қып-қызыл партия. Партиялықпен екі жағы да арызды жаудырып жатыр. Пәле салу, өтірік, шағым дегеніңіз Құдай сақтасын. Айтпақшы, Құдай деген сөзді не қылмаңдаршы, сөздің аялғысы ғой, деп тағы бір сасқалақтап қалды. Өзге толып жатқан қағазды қояйын. Мысалы үшін, жақында ғана болған мына бір оқиғаны айтайын деп, әнеугі пошта талату туралы жалтырдың айтқан хабарын сөйледі. Соны сөйлеп болып, міне, осының қайсына сенуге болады? Қазақтың өтірігіне, жаласына адамның көзі жетпейді, деп бір қойды. Жалпы қазақтың кемшілік мінездерін бұлдыратып суреттеп келіп, аяқ кезінде сөзінің бетін әбен жаққа бұрды. Әбен газет журнал оқитын, көзі ашық адам екенін, мектеп ашып бала оқытып жатқанын, елдің кедейлеріне кәсіп тауып беретінін, үй тұрмысын, шаруасын, мәдениетті елдің қалпына түсіріп, елге үлгі боп тұрғанын, қазақ оқығандарына жәрдем беретінін, қашқан ақтардың шашыранды отрядтарын қырып, қазақты жауынгерлікке үйреткенін, елін шабыншылықтан қорғап қалғанын,
игілік іске алдымен халыққа басшы болатындығын, бір дуан елге беделі барлығын, онымен жауласса ел бүлініп көтеріліс боп кететінін бәрінде сыпайы, майда тілмен айтып келіп сөзін тоқтатты. Тыпаңның сөзі недәуір әсерлі болғаны ғой. Балташ жүрген, көрген бас асау жылқышы басын жұлқып тастап, қабағын түйіп, сөз сұрап, ушып отыра алмады. Доға ақтан тегіздің, жарайсың сабазым, деген кісіше масайрап, қыли көзін ашып жұма берді. Балташ жұлқымса да, Ақбала үлкен жерден келгендігін тәртібін көрсеткелі, сөзді Жорғабекке берді. Жорғабек жорғалап алды да кетті. Ол Балташтың сөзінде терістеген жоқ, Доғаныкін де кеміткен жоқ. Тыпаңның кейбір сөзін де дұрысқа шығарды. Бұл әңгімені пәлендей үлкейткен де жоқ. Қазақ арасының қашаннан келе жатқан шатағы. Оған бола артық айтысудың да қажеті жоқ. Әңгіме онда емес. Қазақтың келешекте ел болуында. Ел болуы үшін алдымен оқу керек. Дұрыс сот керек, анау керек, мынау керек. Оның бәрін істейтін қазақтың ендігі жастары. Жастарда өзара бірлік болу керек. Ақылдасып іс қылу керек. Бар үміт жастарда. Деген мәнде жастарды мадақтай бірлікке шақыра дәнекер бола сөйледі. Қалайда Жорғабектің сөзінен белгілі бір қорытынды шығару қиын болды. Бұл айтысты естіп отырған Бекболат кімдікі дұрыс, кімдікі теріс екеніне ақылы жете алмады. Әйтеуір Мұқашты жамандағанды тәуір көре берді. Одан өзгесін артық керек қылмады. Бұл қалай болды? Бір жағы әбенді өлгенше жамандап Мұқашты мақтады. Енді бір жағы әбенді көтермелеп Мұқашты іске алғысыз қып шығарды. Бұлардың бір ауыз бола алмағанның себебі не? Ол себеп ашылмады ғой. Ашылмайтын жөні бар. Қайсы десеңіз, ол мынау. Балташ уездің бастығы. Оның руы, атасы басқа. Басқа уездің жігіті. Бұл елдің жайына ол жетік емес. Бірақ Балташ кедейдің баласы. Қолынан келсе өзі кедейлішіл болғысы келеді. Ол мына доғаларды, төлегендерді жаратпайды. Ел жұмысына араласқан былғанған деп есептейді. Балташ жоқта Доға мен Тыпаң Сарытаудың болысын түсіріп, әбеншіл біреуді қойған. Балташ келген соң, оған ренжіп, үлкен кемесерлігін қылып, ол елге Күреңбай етікшіні болыс қойып жіберген. Күреңбай содан бері Балташтың кісісі болып, осы қаладағы бір тәуір келіншекпен тамыр қылған. Онымен де тұрмай, Күреңбай Балташқа пәлте қылатын күзен жиып берген. Балташ ақша беріп сатып алса да, сол күзеннен өзі қауіптеніп жүретін. Күреңбаймен ымы-жымы бірігіп, әбенді жамандаған сөздерін көп естіген. Оның әбенді оңдырмай отырған мәні сол. Ал Доға ше? Доға шет жердің адамы. Қаладағы жатақтың баласы. Бірақ Доғаның нағашылары әбен руынан болатын. Доға Сарытау еліне сайлауға шыққанда әбен оны жиен деп қолын сүйіп күткен. Көк жорғасының майын берген. Ол ма? Доға дүниені де теріс көрмейтін жігіт қой. Қалтасында жұмсақ қағазда басылған. Ол да аз ғой. Доғаның ойында бір сұлу қыз алу да бар еді. Сол қыздың реті әбен жақтан келеме деп дәмеленуші еді. Неліктен оның сұлу қызға құмар боп жүргенін кейін естірсіз. Әзір түсін ашпай тұра тұрайық. Тыпаң ше? Ой, Тыпаңның өткен замандағы істерін санап бітіре алмаспыз. Тыпаң о баста әбеннің тілмашы еді ғой. Одан кейін мировойда тілмаш болып бағы көтерілген ғой. Тыпаңның руы да сол ел. Алып отырған қатыны да сол елдің қызы. Әбен тірі тұрғанда Тыпаңа не дәркер дейсіз? Қаза беріп не қылайық? Осы да жетер. Ал Жорғабекке жол болсын. Бұл кісі оқуды кешірек бітіріп, әлеумет жұмысына жаңадан араласқан. Бұл өзі бір атақты болыстың баласы. Гимназияда оқып жүргенде-ақ зерек, пысық, шешен бала болған. Содан әлі пысық. Бірақ Колшак заманында көрнекті орында қызмет етіп, көзге түсіп қалып, қызыл келген кезде елден қашып жүруші еді. Қызметке қазақ оқығандары керек болып, өткен істерге кешірім жариялағаннан бері Жорғабек жақында келіп жер бөліміне кіріп еді. Оның бар мақсаты жастарды ептеп ұстау, беделін, ықпалын жүргізіп, айтқанын істету еді. Қаза берсек түпкі ойы бір үлкен орын еді. Ол ойы жүрегінің түкпірінде сармайдай сақталып жатушы еді. Сыртқы түрінде ептілік, шешендік, әлеуметшілдік, ісшілдік, бүтіншілдіктен басқа оғаш мінез білінбеуші еді.
әркімнің бетіне қарай құбылып, өз пікірін әсте сездірмеуші еді. Ол кәріммен де, жаспен де, коммунистпен де, емеспен де жанасып кетер еді. Онда дос та, қас та болмаушы еді. Сыртынан жамандап жүрген адаммен жауыққанда жақсы сөйлесіп кетер еді. Өзінше қумын, жұрттың бәрін алдап жүрмін деп ойлар еді. Төлеген екеуінің мінездерінде бір ұқсастық бар секілді еді. Бірақ Төлегеннен гөрі бұл өтімді, тартымды, білімді, беделді, алғыр еді. Бір көрген, бір сөйлескен кісіні тез ұйытып, ерітіп әкетер еді. Топта сөйлесе, Жорғабек жігіт дегізер еді. Жорғабек сөзін бітірген кезде манадан бері зорға шыдап отырған Ықаң Төлегеннен рұқсат сұрап үйіне қайтты. Өйткені Ықаңға бұл айтыстар түсініксіз, жат нәрсе еді. Ықаң қашаннан орыс ішінде жүріп, елден қол үзіп, алыстап кеткен кісі еді. Елдің дау шары ол кісінің миына бармаушы еді. Ел сөзінен гөрі ол кісіге бір рөмке арақ қадірлі еді. Және манаға арақтан азырақ жүрегі қобалжиын деді ме, әлде үйдегі кемпірі тықыртар деп қорықты ма, әйтеуір Ықаңға тысқа шығу керек болып еді. Манадан бері Төлеген түк сөйлеген жоқ. Несіне бой көрсетсін? Тоға мен тыпаңнан қалатын сөз бар ма? Оның сенгені де солар ғой. Өзге жолдастардың сөзін тыңдап отырған Ақбала енді өзі сөйлеуге оңтайланды. Ақбала төңкеріс болғалы топ алдында сөз сөйлеп, көсемдік қылып, ауызға ілініп жүрген жастардың бірі еді. Ол газет журналға да сөз жазатын, баяндаманы да жақсы істейтін, жұртқа ой пәләй дегізгенді сүйетін жігіт еді. Кейінгі жастардың арасында беделі де бар еді. Коммунист партиясына алдыңғы қатарда кіріп, қазақ жастарының партияға кіруіне себепкер болып, шынымен коммунист болам деп жүрген пікірлі, білімді жігіт еді. Ол бір жерде отырып қызмет қылудан да жүргенді, сөйлегенді, думанды, топты тәуір көруші еді. Өзі сөйлеп, өзгелер аузында қарап отырса, сонда оның жаны кіріп, жымың-жымың етер еді. Ол съездердің қаулысын, жаңа шыққан кітаптарды көп оқушы еді. Әсіресе Ленин, Троцкий, Бухарин, Сталин секілді атақты көсемдердің съездердегі айтысқан сөздерін қызығып оқып, кейбір әдемі жерлерін, әдемі сөздерін жаттап алушы еді. Жаттап алмағанда да солардың сөз сөйлеу оңтайын құлшынып оқығандықтан жадында қалушы еді. Білгіш адамдардың пікірін кейде өз пікірі қылып сөйлеп жіберетін де жерлері болушы еді. Естіген сөзін, хабарын ішіне сыйғызып тұра алмай, айтып салғанды тәуір көріп тұрушы еді. Әсіресе еткен жиналыстарда оның не айтқанын, өзінің не дегенін қайта айтып беруге шебер еді. Бірақ сонысына қарағанда жеңілтек ұшқалар емес, жүріс-тұрысы, бойы, сабырлы, айтыс-тартысқа шыдамды, табанды жігіт еді. Өзінің біліміне, өнеріне, шешендігіне өзі сенуші еді. Өзі жеңіліп, жығылып қалған жерлерде де көңілі көп жабырқамаушы еді. Өзінше басқа план, басқа шара қарастырып, бір жұбаныш тауып алушы еді. Келешектен үміті зор еді. Ол қазаққа шын пейілмен қызмет етпекші еді, бірақ көп нәрсені қиял қылушы еді. Кейде сондай бір қиялмен алданып жүріп, тұрмысқа жанаспайтын істерді де істемек болушы еді. Өз ойын, өз мақсұтын жарыққа шығару үшін өмір иесі өзі болғанды қалаушы еді. Үйізге келгендегі бір мақсаты да жастарды өз соңынан ертіп, өзін танытып кету еді. Үйіздегі қызметкерлердей ел жұмысына араласып, артық былықпаған, параға, ажарға сатылудан аман. Нағыз әлеумет қызметкері, нағыз майталман болуға өзін арнаған азамат еді. Сондықтан Ақбала манадан бері айтылып жатқан сөздерге өзінше үлкен мән берді. Ол мәні осы Сарытау елінің жұмысы жайлансын деген мән емес, үйіздегі азаматтар арасындағы алалық жойылсын деген де мән емес. Бірінікін мақұлдап, бірінікін теріске шығарып, бірін-біріне жығып берем деген де мән емес. Сол айтыстан шығарып, бір іргелі мәселені қозғап, енді өзіме қорытынды туғызуға болады деген мән еді. Ақбаланың бір жақсы жері сөзді қазақша да, орысша да таза сөйлеуші еді. Ол қазақша сөйледі, Бекболатқа ұғымды болды. Иә, жолдастар, мен енді өз пікірімді айтайын, деп мұрнын орамалмен сүртіп, төмен қарап отырып сөз бастады. Мәселе болыс, үйез масштабындағы мәселе болса да, жалпы қазақстандық мәселені қозғауға себеп болып отыр деп, кеудесін көтеріп,
сұқ қолмен бас бармағын уқалап, басын әнтек шалқайтып, қарсы алдында отырған тыпаңның қарнына қадала қарады. Мәселе сол қарнында тұрғаннан жаман. Біз төңкеріске дайындалған ел емеспіз. Төңкеріс бізге көктен түсті. Біз орыс пролетариаты, орыс большевиктері қан төгіп алып берген даяр олжаға ортақ болып отырмыз деп бір нығыздап қойды. Бұл сөз төңкеріс болғалы талай айтылып, талай жазылып, иі қанған ескі сөз болса да, Ақбала шыт жаңа сөздей қып айтты. Иә, өкімет жалшынікі, кедейдікі, жалшылар тобы байлар табын жеңіп, қашаннан иемденіп жүрген жер суын, фабрика заводын, мал мүлкін астынан аударып алып отыр. Иә, орыста тап күресі басталғалы жүздеп жылдар өтті. Бізде тап тартысы әлі басталған жоқ. Ол неліктен? Әлде бізде бай, кедей, жеуші, жегізуші жоқ па? Әлде біздің елімізде қой үстіне бозторғай жұмыртқалап тұр ма? Жоқ, жолдастар. Жеу, қанау, жаншу, зорлық, қиянат деген нәрселерден бізде көз тұнжырайды. Бірақ өкімет байлардікі, күштілердікі болғандықтан жылау қордың көз жасы көрілмейді, тілегі берілмеді. Іштен тыныш, қапа боп, итшілеп күнелте берді. Иә, бай тегіннен тегін бай болмайды. Елдің байлығын қанын сорып, малайдың еңбегін жеп бай болады. Бұл талассыз шындық. Әлгі әбендердің бай болу себебі сол. Оған дау жоқ. Иә, бізде кедейлер табы деген тап болып, байларға, жауыздарға қарсы тұра алмауы қалай? Олар да жан емес пе? Өз пайдасын өлерін білмегені ме? Міне, бұған түрлі себеп бар. Бізде жалшылар, кедейлер, басқосарлық, ұйымдасарлық, мұң-мұқтажын сөйлесерлік, фабрик, зауыт, сықылды, ордалы дүкендер болмады. Езілген, жаншылған кедейдің басы бірікпей, әр төбенің түбінде бытырап жүрді. Шын мәнісінде бізде пролетариат болған жоқ. Болса да, олар әлі аз. Енді бізден жалшылар шықпақ, өйткені фабрик, зауыт кәсібі бізге де орнамақ. Кен жұмыскерлері бізде бұрында бар ғой. Иә, біздің кедейлеріміз, жалшыларымыз ақтан қараны айыра алмайтын көзі соқыр болды. Иә, кедей баласы соңғы жылдарда ғана оқи бастады. Бұрын төрелердің, ақсүйектердің, байдың, болыстың баласы оқитын. Жорғабек естімеген кісі болып теріс қарайды. Иә, онсыз бізде ру таласы деген пәле бар. Ру басы ақсақал, атқамінерлер өз пайдасына бола ру-рудың кедейлерін жауластырып, кедейді шоқпар қылды. Иә, енді кедейдің өкіметі келіп отыр. Кедейді сүйе, кедейге теңдік әпер. Кедейдің кезін аш, шаруасын түзет деп отыр. Кедейді сүйеу бізге керек пе? Керек. Тап жігін, тап тартысын ашуымыз керек пе? Керек. Қалай ашамыз? Қандай шаралар қолданамыз? Міне, мәселе осында, деп қалтасынан шылым алып, тұтатып бір сорды да сөзін тағы қозғады. Тыңдаушылар тап тартысын қалай ашар екен дегендей еңселерін сала құлақ қойды. Бұл мәселе туралы губернияда екі түрлі ағым бар. Жазаласа үш түрлі ағым бар деуге болады. Бірақ мен үшінші ағымда ағым екен дегім келмейді. Өйткені олар бізде тап жоқ. Тап тартысы деген орысқа еліктегендік. Бұл болмайтын әңгіме деседі. Деген кезде Жорғабекке кезінің қырын бір жіберіп қойды. Жорғабек, маған айтып отырсын ғой, дегендей артынан мықтайтын кісіше көзін бір қысып қойды. Біздер қазақтың коммунистері, ол пікірді қолдай алмаймыз. Біз төңкеріс жолына түсуіміз керек. Иә, сонымен екі ағым бар. Бірінші ағымның айтатыны қазаққа төңкеріс жасау керек. Байдың жер суын, мал мүлкін жазаласа артық қатында шейін кедейлерге тартып әперу керек. Пышақ үстінен бөліп беру керек. Бай, кедей деген айырманы жойып, қолма-қол теңгеру керек. Әйтпесе бай қолында малы тұрғанда, жер суы тұрғанда, өмірі кедейге теңдік бермейді деседі. Бұл ағымды бастаушы кейбір орыс жолдастар оларға қосылатын біздің жақсылық етікші тәрізді қаланың кедейлері және кейбір шолақ ойлы жастар деді. Соңғы сөздерінен Ақбала өзі бұл ағымға қарсы екені көрініп қалды. Өзіне қарсы кісілердің пікірін шолтитып, оңдырмай сөйлейтін, өз пікірін дәлелдеп, нығайта сөйлейтін айтушылардың әдеті ғой. Ақбала да сол жолды тұтынып, анау ағымдарды кеміте сөйледі.
Ал екінші ағым айтады: ондай төңкерістен мән шықпайды, онымен кедей теңелмейді дейді. Бұлардың дәлелі деп көп сөзбен дәлелдерін санап түсіндіріп өтті. Ол дәлелдері: осы күнде байдың малын таба десе, бұзақылар талап кететіні, кедейлер байдың малын пайдаға асыра алмай, жау малындай ішіп жеп қоюы, сөйтіп жалпы мемлекеттің байлығы кемуі, сол кездегі дерт, жұт, ашаршылық, соғыс елдің шаруасын күйзелтуі, байды кедей қыламыз деп жүріп кедейді бай қылып алу қаупі, кедей оңай олжаға қызығып еңбекке үйренбей кетуі, елді еңбексіздікке үйрету социализм, коммунизм жолына қайшылығы, кедей ақыл, ой, сана, саңылау жағынан теңелмей тұрып, жалаң малмен теңеле алмайтыны, тағы сондай көп сөздерді айтып келіп, кедейді оқыту, көзін ашу керек, ұйымдастыру керек, әкімшілік, сот кедейдің қолында болу керек, кооператив артель ашып беру керек, кедейді отырықшы қылу керек, кәсіпке үйрету керек деп бір тоқтап, сөніп қалған шылымын тұтатып алды. Содан кейін бай, кедей, тап мәселесіне бізде осылай негізгі көзқарасы болу керек. Әбен жалғыз емес, әбендер көп. Олармен біз алысуымыз керек. Мүмкін ұзақ алысармыз, өйткені оларда амал, айла көп. Олар тесік таба біледі. Олардың агенті үйес түгіл көбенерлік жерде, кіндікте жоқ емесін қайдан білеміз. Алдымен жуандардың ықпалынан, рушылдықтан қазақ азаматтары өздеріміз тазаруымыз керек. Өзіміз тазармасақ, еш нәрсе жасауға болмайды деп сөзін аяқтады. Ақбаланың сөзі күшті шықты. Күшті шықса да бұл тыңдаушыларға ұнамады. Алдымен тап тартысын ашу керек деген сөзі Жорғабек пен Тыпаңа ұнамады. Өйткені бұл екеуі әлгі кекетіп өткен үшінші ағымның адамдары еді. Байдың жер суын, малын тартып әперу керек емес дегені Балташқа ұнамады. Өйткені Балташ шынымен кедейшіл жігіт еді. Бірақ Балташ айтысуды ойласа да айтыспады. Өйткені манағы 2-3 рет сөз бермей тоқтатып қойғанды да ол кек қып отыр еді. Оның үстіне бірінші ағымдағы шолақ ойлы жастар деген сөзі де бұған жайсыз келді. Айтса қалса мені де шолақ ойлы деп санайма деп қауіптенді. Және өзіміз тазаруымыз керек деген сөзі де бұған арнап айтылған тәрізденді. Айтысуға өзі тығып қалған кісі толық дәлелдері болмады. Өйткені Балташтың білімі де Ақбаладан гөрі кемірек еді. Бұл жиналыстағы білімі тәуірлеу, кітапты көп қарастырғаны Жорғабек еді. Жорғабек қабағын түйіп, күйіңкіреп алып, бірнеше сұрау берді. Сұрауларының сарыны мынау тәрізді еді. Орыстардың жұмысшыға, мұжыққа тұтынған шараларын, жолдарын өзгертпей қазаққа да тұтынам деп ойлайсыңдар ма? Тап жігін ашуға қазақтың қазіргі бұрынғы тұрмысында қандай қолғабыс етерлік шарттар, жағдайлар бар? Тегінде тап тартысын саясаттың, өкіметтің күшімен жүргізуге бола ма? Қазақтың келешегіне қалай қарайсыңдар? Мал баққан, егін еккен, өнерсіз, білімсіз жұртта социализм орнайды деп Маркс айтқан бекен. Мұндай оқиға тәжірибе тарихта болып көрді ме? Жер жүзінде әлеуметшіл төңкеріс болмай тұрғанда бір мемлекетте социализм орнатуға бола ма? Социалдық шаруаны қалай жасамақсыңдар? Қазақ капитализм дәуірін кешіре ме? Социализмге бірақ секіріп өте ме? Деген тәрізді. Жорғабектің сұрауларын Ақбала ішінен ұнатқан жоқ, өйткені жауап беруге артық дайындығы да жоқ. Түйдегімен келіп қалған тосын сұраулар еді. Алайда сыр білдірмейін деп, бұл сұрауларыңызға мен қазір жауап беруіме де болады. Мәселен, капитал дәуірін қазақ басынан кешірмеуі мүмкін, өйткені енді дербес байы саудагер болмайды. Бірақ бұл арада бұл сұраулардың бәріне жауап беруді артық көрем. Біз қазір әрі кішкене қызыңқырап алған кісіміз, әрі Маркс, Лениннен дәлел келтірмеген соң жауабымыз жеңіл боп көрінуі мүмкін. Бұлар өзі тереңірек қарастыратын мәселе, ал енді бұлайша жалпы айта кетуге де болады. Тегінде біз орыс еңбекшілерінен бөлек ешбір жол таба алмаймыз. Біз солардың соңынан еріп, солармен қол ұстасып теңдікке жетеміз. Қазақтың өзі алдында саясаты да, тарихы да бола алмайды.
Сондықтан орыстан бөлініп іс қыламыз деудің, терең мәселелерді тексерудің бізге бұл күнде пәлендей қажеті де жоқ. Бізге күнбе күнгі жұмыс керек. Мұжық арасында тап-тартысын жүргізу мүмкін болса, қазаққа да мүмкін. Шаруа, кәсіп жөнінен екеуінің пәлендей айырмасы жоқ. Мәдениет жөнінен де мұжық қара үзген жоқ. Біздің айырмамыз тек рушылдықта. Міне, осы жағына біз қатты көңіл бөлуіміз керек деген секілді бірталай сөздерді айтып кеп, аяқ кезінде сіз Марксті оқыған көрінесіз. Неғып төңкерісшіл болмай жүргенсіз, деп кекете күлген болды. Төңкерісшіл емес екенімізді қайдан білдіңдер, деп Жорғабек те күлімсіреді. Бұлардың сөздері, соңғы сөздері Бекболатқа Құран сөзіне түсініксіз болды. Бастапқы сөздерді Бекболат әрең тыңдап отыр еді, өйткені ол сөздердің ішінде әбен мұқаштар бар еді. Сондықтан Бекболат осылай деңдер деген кісіше деп орнынан түрегелді. Тегінде құсбегілер, аңшылар өз сөзінен басқаға топастау келеді ғой. Бекболат та осы жолы өзінің топастығын байқайын деді. Қай жерде, қай дүниеде отырғанын өзі де білмеді. Сөз көбейген сайын басы қатып бара жатқан соң тысқа жөнелді. Тұңғыш көбік қар, тымық, қатқақ, ауа шыныдай, аттың ізі баданадай. Қаладағы шыға беріс тепсеңде шерттіре аяңдаған екі атты. Бергінің мінгені екі тақасқан, ешкі бас, құлан сан тобылғы торы. Әсем басады, қарды ұстап лақтырады. Үйт шіркін, шерттір, шерттір, құйысқан қысқа ер ықшам, үзеңгі аяқтың ұшында, тақым жабысқан, сұр көпілі ақ құба жігіт қамшыны сепай өтеді. Арғының астындағы жатаған жирен, жарау, бірақ торының аяғына ілесе алмай бүлкіл қағады. Жігіті пәс, киімі көне. Желде ескен аяңшылға мінгенің бар ма? Мінсең білесің, ат үсті адамды аруақтандырады, көңіліңді көкке серпеді. Аузыңмен құс тістейсің. Торығы қамшыны екі бүктеп анау тауды нұсқады. Уай шіркін-ай, деген қан сонар екен. Аят деген ай, деп саптамасын сарт еткізді. Жолдасы, не айтасың, деді. Бүркітті қайырғалы қанша болды? Жаңада, бірақ жұма. Бүгін шықпаған соң не керек? Сонар болмаушы ме еді? Құсты ұмытып кеткенсіңдер ғой. Мұны айтып келе жатқан Бекболат қой. Хабар кеш тиіп Ақберген ата келгенше сол бопты. Ертеңгі шайдан кейін елге тартқан беті еді. Дәл жүрер күні қар жауып қансонар боп қалар ма? Бекболатта бір бүркіт, бір қаршыға барды. Құстарын көрмегелі ай боп қалды. Мал жан аман бадан, кейінгі сөзінің көбі құстары болған. Ақберген құстарға жем іздеп қоян атуға кеткенде томағасы түсіп қалған бүркіт күшікке талпынып екі шалғысын қиратып алған екен. Кешеден бергі әттеген айдың бәрі сол шалғының өкініші еді. Ол екі шалғыны жамап алуға да болады ғой. Сонда Бекболат бүркіт баптап, түлетіп, қанат құйрығын бір самадай қып алдым ғой деп жүрген жылы еді. Бекболат құсына ренжігенде Ақберген, бір өзіңді уайым қып жүрсек, тәйірі, қолдан келетін нәрсе ғой деп жұбата беретін. Ақберген Бекболаттың жан жолдасы, бала жасынан бірге өскен, қашаннан бергі қоңсысы, жанынан екі елі қалмайтын серігі. Ақбергенде кәрі шеше, бір қатын, екі сиыр, бір ат, содан басқа мал жан жоқ. Оразасын өз үйінен ашқан, қысы жазы үйде тұрған жан емес. Ол әрі құсбегі, әрі мерген, әрі әнші, әрі жақсы жолдас. Бекболаттың әкеден де туысқаннан да артық сенетін адамы Ақберген. Өйткені ол білмейтін сыр жоқ. Балалық, жастық, аңшылық, желбастық, аштық, тоқтық, ойын күлкі екеуінің бір тартқан тауқыметі. Бірге күйінген, бірге сүйінген. 5 арқан бойы түпсіз құздардан Бекболат үшін Ақберген түлкінің күшігін алған. Аяғын әнтек жазатайым салса, ажал аузын ашып тұрған тік жартастың бетімен шыбынша өрмелеп барып, бүркіттің балапандарына келген. Бүркіт қашқан қарлы түндерде 3 күн, 3 түн дым сызбай тау тас кезіп үңгірге түнеген.
Сақырлаған сары аяздарда бүркітті жауратпаймын деп ішкі тонына баласындай бөлеген. Әккі түлкіге бүркіттің аяғын шайнатпаймын деп өлерін білмей шауып, қия тастан ат матымен домалап, бұғанасын қиратқан. Асау құсты үйретем деп арпалысып, қолына әлденеше сүңгі соқтырған. Жастықтың талай тар кезеңдерінен асқанда үнсізде тіл болған, жолсызда жол тапқан, қасқыр боп торыған, мысық боп жорғалаған, ит боп ірге тырнаған, қазық боп ат ұстаған. Мұнан артық еңбекті туған ана болмаса кім сіңірер? Онысына қарай Ақбергеннің аты да, асы да, киімі де Бекболаттан болатын. Қатына беруге де Бекболат себеп болған. Бекболат үйненіп, бөлек отау тіксе, өз алдына саба орнатса, Ақберген қара лашығын жанына қондырса, Бекболаттың отауын емін-еркін билесе, міне, Ақбергеннің ендігі бір арманы. Дүниеде дос деген болса, сондай шын дос Бекболат пен Ақберген еді. Бұларды дос қылған екеуінің де құмарлығы, әуесі аңшылық еді. Екеуінің сүйегінде де жалқаулық, серілік бар еді. Екеуі де шаруаға қырбай еді. Әкесі Бекболат екеуін екі әуейі деуші еді. Алайда екеуінің жаратылысы екі басқа еді. Ақберген Бекболаттан гөрі қажырлырақ, шыдамдырақ, айлакерлірек, қисығырақ, кекшілірек еді. Бекболат одан гөрі аян кесірек, қиялшырақ, жасығырақ, мақтаншағырақ, әуесқойырақ еді. Бекболат қысылған, сасқан, кейіген жерде Ақберген ақыл тауып, тоқтау айтып демесін болушы еді. Жазаласа, Бекболат оның тілін көбірек алушы еді. Қатты қайрым бейнеттің бәрін Ақберген көрген соң, Бекболат өзім істетіп жүрмін деп жұбанушы еді. Ақберген ондай бейнетті қажырым, ерлігім артық болғаннан істеп жүрмін. Менен басқаның қолынан келмейді деп ойлаушы еді. Ақбергеннің еңбегі болмаса, Бекболаттың тіршілігі де қызық болмас еді. Бекболаттың аты, асы, киімі болмаса, Ақбергеннің күні де күн болмас еді. Бірінде жоғы бірінен табылып, екі жарты бір бүтін боп тату тәтті өмір сүрер еді. Есептескен дос болмайды деп жұрт айтады. Есептеспеген досты көргеміз жоқ. Сыртына шығармағанмен екі достың есебі ішінде жүреді. Есепсіз кетсе, бірін-бірі алдаған, арбаған болып табылады. Оның түбі теңдік емес, зорлық. Міндетсіз, сілетсіз, мақтансыз, қаяусыз, айнымас дос болады дегенге сенбеңіздер. Өйткені өзін ұмытып кететін адам табылмайды. Әркімге алдымен тіршілік керек, тамақ керек. Әрі өз басының, әрі досының пайдасы бірдей табылған соң адам шын дос болып жүреді. Бекболат пен Ақберген сондай достар еді. Кешеден бері үй ішінің көр жер аманатын орындап және төлегендікінде болған соң, Бекболат досымен емін-еркін сөйлесе алмап еді. Атқа мініп оңаша шыққан соң әңгіме қозғауға айналды. Бекболаттың әңгімесі Ақбілек болу керек қой. Бірақ Бекболат салған жерде Ақбілектен бастауды қолайсыз көріп, құс жайынан қозғағаны соның беташары еді. Ақберген ол күнде жұрт құсты ойлағандай болды ма деген кезде, Бекболат енді Ақбілекті сөз қылудың кезегі келді ғой деп ойлап, иә, ол күндер естен қалмайтын күн болды ғой. Нағыз бір жұлдыздың терісінен шыққан екеміз. Бұл қоянны құрғырдың жолы қатты болмай қоймайды. Сол күні жолықпаймыз деген ойда бар ма еді, деп бір қойды. Құдайдың әмірі десейші. Ол да бір соры бар қыз екен, деді Ақберген мырзасының ойын білгелі. Не сорын айтасың? Орыстың қолына түскенін бе, басқа ма деп сұрады Бекболат жолдасын байқағалы. Соры бар емей немене? Ел жұртқа әшкере болды. Абайыры кетті дегенде Бекболат та оның ойын біле қойып, кім өмірі абайырлы болып өтеді дейсің? Тағдырда, деді. Тағдыр ғой. Ақбілектің пердесін өзіміз ашпаймыз деген кімнің ойында бар, деді. Бекболат Ақбергеннің арбасып келе жатқанын білді де, сөздің бетін ашқалы, сен де қу боп кетіпсің ау,
деп жымиды. Оны неліктен айттың деп түсіне қойып, Ақберген де жымиды. Өйткені бұрын бұл екеуінің арасында пернелі, қабытқылы сөз болмайтын. Ойлағандарын бүкпесіз айтып салатын ғой. Мынадай түссіз әңгіме екеуіне де ұнамады. Не бірін-бірі тосаңсып, жатырқап қалғаны, болмаса өзге бір себептің барлығы сезілер еді. Ол себеп абайырынан айырылған Ақбілекті қалай өмірлік жар қыласың деуге Ақбергеннің аузы бармай, Ақбілекті әлі де болса аламын дегенді Бекболат та ашып айта алмай келе жатуы еді. Бекболат елдің, досының аңысын аңдымақ еді. Ақберген мырзасын сынамақ еді. Неге десең, бұл өзі зор мәселе ғой. Өмір серік, жар табу бір қиын жұмыс. Тапқан жары Ақбілек еді. Ол мұндай күйге ұшырап отыр. Ақбілек оқиғасы қазақ баласының басында болмаған төтен оқиға ғой. Жалғыз Бекболат пен Ақберген емес, мұндай оқиғадан кейін не істеу, қалай болу керектігін бүкіл қазақ баласы ойлап көрген жоқ қой. Қу боп қапсың, мені жатырқағаннан саумысың, деп Бекболат жолдасына назым білдірді. Соны айтқанда Ақберген манағында емес, ажары сазарыңқы тартып, сені мен неге жатырқайын? Сені жатырқағанда менің табарымда белгілі ғой. Бірақ не айтудың жөнін таба алмай келемін. Өзің не ойлайсың? Әуелі соныңды естіртші. Саған деген менде бөтен ниет болып көрген жоқ. Қара басым қара жерге кіргенше ондай ниет болар деп ойламаймын, деп достықтың нысанын көрсетті. Бұл сөзге Бекболаттың да жүрегі еріп кетті. Досын құшақтап сүйіп алғысы келді. Бірақ ондай тағдыр өмірі болып көрген жоқ қой. Сондықтан сенде бөтен ниет болар деп мен де ойлаған емен. Әуелі Құдай, Құдайдан соңғы жақыным да, досым да сен деп білем. Сен білмейтін сыр жоқ, сенен басқа ақылдасар кісім де жоқ. Әке екеш әке де ананы қоя беріп, Ақбілекті айттырғаныма іші ырза еместі. Оны өзің де білесің. Енді жұмыстың түрі мұндай болды, деп Бекболат бала жасынан бері қарай қозғап балалықты, жастықты, ойын күлкіні, жолдастықты, достықты, елдің партиясын, партия тақырыпты, әкесі бұған қыз айттырғанын, оны менсінбегенін, екеуі ақылдасып Ақбілекті көріп келіп ұнатқанын бәрін жыр қылды. Аяғында келіп, ол болса ондай болды, бұл мұндай болып отыр. Маңдайымның соры бар ма? Қайдан білейін? Ендігі ойым тағы да қыз іздеп, тағы да әкейді ренжітіп жүргенде, өмірдің де бір талайы өтіп кетер. Одан да не де болса Тәңірінің жазуы шығар. Жұрт не десе, о десін, тәуекел деп соның өзін алғым келеді, деп күрсініп тоқтады. Бекболат сөйлеп келе жатқанда Ақберген айтқанының бәрі рас деген кісіше е деп басын изей берді. Бекболат тоқтаған соң Ақберген де өзінің нашарлығын, жалғыздығын, қоңысылығын, достығын, тілеуі бірлігін айтып шықты. Бекболаттай ұзартып сөйлеген жоқ, шағымды, тиімді жерлерін басып өтті. Ақырында өз ындының солай болса, оныңа мен де бөтен сөз айта алмаймын. Жалғыз-ақ дос бар еді, дұспан бар еді, құрбы құрдас бар еді. Екеуміздің осы жүргенімізді де көре алмайтын кісілер бар еді. Тек солардың табасында қаламыз ба? Бірде болмаса, бірде бетіңе салық қып, сүйегіңе таңба бола ма деп артын ойлағанымыз болмаса, деген сөзге әкеп тіреді. Онысын енді Құдайдан күттім. Мен жамандығымнан болмаса, Ақбілек жамандығынан болып отырған нәрсе емес. Тұтқиылда кез келген Тәңірінің бір апаты. Оған кім ара тұра алады? Айта берсек, сол өңірде орыстан сау қалған әйел бар ма екен? Бірақ қайсысы безіп жатыр әйелінен? Ашылмаған қауын, жарылмаған жұмыртқа іздейтін баяғы бейбітшілік шағымыз бар ма? Елдің не қымбаты, не асылы құрбан болмай жатыр, деп Бекболат жолдасын дәлелмен жеңбек болды. Артының намысы дегені болмаса, Ақберген де артық таласқан жоқ. Жолдасын өзіне серік қып алған соң, Бекболаттың көңілі бір демдегендей боп, ел не дейді екен, біздің үйдің іші қалай көреді екен деп сұрады.
Ел деп енді ел не демейді? Елдің сөзіне артық құлақ қойған кісі де жоқ. Жалғыз жарым Сайлаубай, Аязбек секілді бықсыма күншілер айызы қанады, білем. Қарындастарын алмай қойған соң сөйтпей қайтушы еді. Ал тілеулес ағайынның әзір суық сөзі естілмейді. Өз үйлерің болғанда би, әкесі, пәлен түс жарып ештеңе айта қойған жоқ, білем. Ақбілек табылыпты деген хабарды естігенде депті де қойыпты. Ал Жанболат ағаң болса, ол енді аузы жеңіл кісі ғой. Біздің Бекболат енді ол қызды алмайды. Орыстың сарқытын неғысын деп үйіне кеткен кісіге пирот соғып отыратын болса керек, деді. Ол жігіт енді соға береді ғой. Елде жоқ күндей перизатты тауып алған неме, деп Бекболат күлді. Ақберген қошемет қылды. Өйткені ағасының алып отырған қатыны да партия тақырыпты атастырған бір жетесіздеу адамның шажа байтал, бейнелес, кіл бейген, маймақ кәрі қызы. Қарны шермейіп, борбайы шыт-шыт боп, тек жыл сайын бір баладан қоздата беруді білуші еді. Ол жеңгесін Бекболат пен Ақберген дәйім мазақ қып ашуландыра беруші еді. Оны көргенде екеуінің жыны қозып кетуші еді. Бұл жолы да күлуге сол себеп болды. Ауылға жеткенше екеуінің әңгімесі әйел болды. Әйел деген жарықтық, өмірі таусылмайтын, адамды жалықтырмайтын қызық әңгіме ғой. Әсіресе біздің екі әуейі әйелдің әңгімесіне жалыққан бар ма? Ауыздарынан сілекейі, көздерінен жасы аққанша күлісіп, мәз-мейрам болды. Бекболат бір жасап қалды. Балташ кабинетіне кіріп келді. Қызыл шұғамен, кежім келген емен үстел, сұрала тас, дәуіт, қалам сауыт, шамдал, басқыштар, былқылдақ барқыт орындық, тақтай айнадай, үстел шытырдай. Оңында Ленин, солында Сталин суреті. Үстелде телефон, қолын созса электр. Бір түймені басып шалдыр еткісе, хатшы жетіп келіп, мойнын қалқан еткізеді. Осы сынды кабинетіне Балташ кіріп келді. Орындық та, үстел де, қаламдар да жегулі аттай жалаңдап отыр да өкірте бер деп тұр. Балташ сар портфельді үстелге бір алып ұрып, бетті бір сипап, былқылдақ орнына алшия келіп отырды. Сол қолының түймелі жеңін ашты да уақытты білді. 9-дан қаңғып барады екен. Сол жағындағы қаттаулы қағаздарды алдына таман алып, қой қырқатын кісіше икемдей баурап, түйіліп қарай бастады. Біріне анықталсын, біріне тексерілсін, біріне мәжіліске салынсын, енді біріне қаржы жоқ, тағы біріне тыңдалмасын, қайта қайтылсын деген тәрізді бұрыш-бұрышына қиғаштап, резеліс қондырып, қолды орақтаңқырап, аяғына көлденең бір тартып қап жатыр еді, есік тырс етті. «Можно?» деді. «Можно» болса Уфин аттелдің бастығы бірдеме іштейін екен. Отыра қалып қағаздарын будыратып, қолын сиқырларша тулатып, сықпыртып еді. Балташ дегенде мүмкін емес деп басын шайқаса да, әрі беріден соң ол мүмкін деп қолды қоя берді. Отыра қалып қағаздарын будыратып, қолын сиқырларша тулатып, сықпыртып еді. Балташ дегенде мүмкін емес деп басын шайқаса да, әрі беріден соң ол мүмкін деп қолды қоя берді. Балташ ақша жұмысына онша жетік емес еді. Параграф, бартал, декрет, секрет дегендер көбейіп кетіп, солардың кілтипанына миы жете алмай жүреді. Жауапты қызметкер болған соң бір жерімнен мүлт кете ме деп сақтанушы еді. Бірақ қай жерінен мүлт кетіп жүргенін өзі де білмеуші еді. Анығында пәлендей тіресетінде мәселелер емес еді. Алайда Балташ әуелі бір тіресіп, бетін қайырып алуды әдет қып еді. Ісі пәлші болса алғашқы дүрсе қоя бергенде беті қайтар, дұрыс болса безектер, дәлел табар деген өлшеуші болушы еді. Бірдеме іштейін кеткен соң басын бір сипап, шортты ызынат, сыболыштар қайдағы жоқ бәлені тауып ақша алады деді. Балташ өкшесін тіреп, орнынан бір көтеріліңкіреп, орындығын ұмтылтып, орынды беріктігін сезгендей қайта нығырлана отырып, келген адамдарға түйіле қарап, біріне қол сермеп, бірінің қағазына қолын орақтатып, аяғына бір тартып қап жатты. Бір мезетте тыпаң кіріп кеп, жайраңдап бас изеп, жұп-жұмсақ қолымен кемесерінің қолын ғашық жарының қолындай жақсылап қысып, сәлемет пе деп ақырын жымың етті.
Өйткені кеше қызу үстінде қаттырақ кеттім бе, бірдеңе деп қойдым ба деп ұйықтап тұрғалы зәресі жоқ еді. Мынау майда амандасу, соның майдалауы еді. Майдалап болған соң енді бір састырайын деген кісіше, бүгін сіздің баяндамаңыз болады екен. Бір жапырақ қағазды ұсынды. Балташтың тоқ шегі қылп ете түсті. Қорқақтықтан дейсіз бе? Жоқ. Өз жұмысын білмейтіндіктен дейсіз бе? Жоқ. Бір тықыр таянды ма? Жоқ. Баяндаманы талай істеген, орны да арты да мықты. Сонда да баяндамасы түскір кісіге бір қыпыл кіргізбей қоймайды. Қашан соны істеп, жауап беріп, айтысып, тартысып, аман-есен өткенше көтіңе қыл батпайды. Қыл көпір тәрізденеді де тұрады. Балташ, барлық материалды жинап, реттеп беріңіз, деді. Болады, деп Тыпан иек қақты да шығып кетті. Әйтсе де манағыдай емес, Балташтың сүреңі келіңкіремеді. Сөйтіп отырғанда таңғы мұрын бадырақ жігіт кіріп келді. Келе, амансыз ба, жолдас, деп үстелден асыла қолын созды. Өзі сүреңі бұзылып отырған кісі мына қыр қазағының омыраулап келіп қолын созғанын жаратпайды. Аман, деп көзінің қырын түсірді. Бұл келген Мұқаш еді. Мұқаштың неге келгенін Балташ та біліп отыр. Қанша жақсы көрген кісің болса да, қайта-қайта келіп мазаңдала берсе, ілтің пәлені тәуір көрмейді ғой. Және Мұқаштың материалы тексерілсін, оған дейін қызмет берілмесін деп кеше ақбала бар, бәрі қаулы қылысқан. Сондықтан Балташ оған отыр деп те айтқан жоқ, қараған да жоқ. Мұқаш өзі барып, жақын орындыққа отырды. Балташ көз қырымен тағы бір қарап қойды. Мұқаштың кеудесі күпсейген, көзі ежірейген, тындырып келдім деп түрі айтып тұр. Онымен де қойған жоқ. Отырар-отырмастан, кәне жолдас, мені не қылатын болдыңыздар, деді. Не боларына көзі жеткендей ақ. Өйткені ол бюрода мақтап алған ғой, орынға қой деп Балташқа тапсырған ғой. Сен немене, қандай қызметке тұрғың келеді, деді Балташ. Не сұрарын білмей, көзін жұмыңқырап. Қандай қызмет болады? Жұрт істеп жатқан бір қызмет болады да, деді. Елдегі қызметті қалайсың ба? Қалада болғың келе ме? Қала қызметіне менің оқуым жоқ қой. Елде болғаным дұрыс қой. Елде қандай қызмет қалайсың? Осы күні кім болса сол болыс болып жатыр ғой. Біз де соның бірінде қызмет қылармыз. Болыс болғың келе ме? Қолдан келсе не болмайық дейміз. Бұрын байлар да болды. Енді өзіміздің өкімет келгенде бізде болайық та, деп жымиды. Онысы Балташты өзімізінгені еді. Балташқа бұл сөзі ұнамады. Сен партияға не мақсұтпен кірдің, деп сұрады. Бұл сұрау Мұқашқа шәлкем шалыс келді. Мені тергеуші сенбедің дегендей, не мақсұты болады? Кедейді жақтайды, қызметке кедейді қояды, байдың малын кедейге әпереді деген соң кірдік. Біз езілген таппыз, малайлықта жүргеміз. Мойнымызға ершік салып, жүкті көтергеміз. Енді біздің күніміз туған жоқ па, деп ажырайыңқырап, бірталай өзі білген қызыл сөздерді айтты. Балташ Мұқаштың мақсұты болып мал табу екенін байқады. Ішінен сен де бір сыбаушы екенсің, доғаныкі дұрыс екен деп ойлады. Мұқаштың надандығын, одан басқа мақсұт оның ойына кіріп шықпайтынын ескермеді. Мұқашты өзіне қоятын өлшеуішпен өлшеді. Сондықтан оған қызмет берудің орнына өзін бірталай сөгіп, тергеп, пікірі терістігін айтып келіп, сенің бұл ойыңды білсе, партиядан дереу қуыласың. Елге сенің зәбірің көп деген көрінеді, деп оны қорқытуға айналды. Мұқаш оған пәлендей ығысқан жоқ. Сен қоймағанмен бюро қояды деп ойлады да, сонымен маған орын жоқ па деп түрегелді. Балташ, милиция болсаң қайтеді, деп еді. Мұқаш басын шайқап, болмаймын, деді. Балташтікі де ұстап кетті. Болмасаң жүре бер, деп қолды бір-ақ сермеді. Көреміз, деп Мұқаш есікті тарс қойып шыға жөнелді. Шыға беріп, Балташтың әкесінен қозғай бір боқтап алды да атына мініп бұйраға тартты. Совет өкіметі кедейдікі дегені қайда? Кедейдікі болса менен артық кедей бар ма? Менен артық советке еңбек сіңірген кім бар? Әлгінің қыртып отырғаны не? Ол тұмсығын неге көтереді? Бұл бір боржой ғой. Оқыған неменің өсіп селтие қалатыны бар. Сен қоймасаң да қоятын кісін табармын, деген оймен атым борбайға бір салып, жортып келіп, танымал мекеменің алдына түсе қалды. Бюрода Иванов дейтін арық, қу жақ орыс бар еді. Ауызда әркімдер есік күтіп тұр екен. Мұқаш есікке таман келіп, кимелеп ашайын деп еді, кезекпен кіресің деп балалау орыс иығынан тартып кіргізбеді. Амал жоқ, қамшысын екі бүктеп қолын артында ұстап, іріленіп, ежірейіктеп тұрды. Алдында ноға шайлау киінген бір мұғалім тұр еді. Мұқаш биікте тұрған кісіше жаны құрығы көрмей, көзін кепиеттене бір салып қойды. Болыс болатын мен кірейін, жаман мұғалім саған не бар деген қарас екенін мұғалім қайдан білсін. Жай тұрмай, жолдас,
Қай елдікі боласың, деді. Не керек, дедім Мұқаш тұмсығын көтеріп. Тарбағатайлық болсаң, елге баруға серік бола ма деп едім. Мұқаш сөз қатуға ерініп, таңдайын бір қағып басын шайқады. Әлден уақытта Мұқашқа да кезек келді. Мұқашка, деп Иванов қол ұсынды. Мұқаш бүктеулі қамшысын сермеп, балдыр батпақ тілмен Балташтың қызмет бермегенін сөйледі. Не айтады? Тыңдамайды, өзі бір бүржой көрінеді, деді. Қасқырдың қара құлақ шамы дегендей, бүржой десе-ақ Балшабек шамданады деп ұғушы еді. Бүржой деген сөзді боғауыздан кем көрмеуші еді. Как буржуи, деп Иванов жымыңдап телефон қақты. Мұқаш тыңдап тұр. Қандай материал? Тастаңыз. Білем, бос сөз, қалдыр, пожалуйста, жарамайды деген сөздерін ұқты. Қайта қалдыр деп немене жарамайды деп жатқанына түсіне алмады. Бірақ Ивановтың қабақ түйісінен, қол сермесінен өзіне болысып сөйлеп жатқанын сезді. Иванов телефонды шалдыртып қойды да, күте тұр. Ертең мәжілісте қараймыз, сені орналастырамыз, деді. Мұқаш бажалыстыны қағып, қол ұстап қоштасып, қираттың ба дегендей апыраңдап тысқа шықты. Көшеде келе жатыр еді, бұрыннан танымал Жақып деген жігіт жолықты. Жақып біресе агент, біресе милиция, біресе инструктор болып жүретін орысшаға Мұқаштан гөрі жетік пысық жігіт еді. Сөйлескен жерден қайырлы болсын, болыс болды деді ме, деді. Кім айтты? Сарытау жігіттері айтып жүр. Жоқ әлі. Ойбай, ендеше сені болыс қоямыз деп сұранып жатқан кісілері бар. Кім дегенде Жақып Мұқашты ертіп ауруханадағы жылтырға алып келді. Жылтыр қашандан бері күтіп отырған немесе асты үстіне түсіп, жылпылдап, Байбіткенді оңдырмай, оның ішінде Матайдың әбенін іске алғысыз қып, аяғында Мұқашты болыстыққа сұранып жатқандарын айтты. Болыстықтан басқа қызметке тұрма, сені қайтсек те Сарытауға болыс қоямыз. Бізге тек әбеннің енесін ұрып берсең болғаны, деп Мұқашты әбден құтыртты. Мұқаш не іс қылса, мұнан былай Жылтырға ақылдасып тұрмақшы болды. Жылтыр өзі науқас себепті ауруханадан шыға алмай жатқанын ескертіп, Жақыпқа Мұқашты апарып қонақ қыл, не керегін тауып бер деп тапсырды. Жақып кешке таман қаланың шет жағындағы өзі сияқты жылмаңдаған бір қазақтың үйіне әкеліп, ет асқызып, самогон ішкізіп қонақ қылды. Атын жемге көміп қойды. Қалтасына жұмсақтан да басты. Көңіл көтеретін бір әйелде табылды. Мұқаш мұршымға кірді. Мұқаш көкіді. Болыс болмаймын деген ойы жоқ. Ертеңінде салып Ивановына барды. Иванов кешегідей емес. Мұқаш келіп қолын созған жоқ. Салқын амандасып, қандай қызмет қалайсың, деді. Балташқа айтқан сөзін Мұқаш тағы айтты. Иванов басын шайқады. Агент боласың ба, демеді. Мұқаш болмайтынын білдірді. Кешеден бері қарадай болыс боп қойған кісі емес пе? Агент болам деп бұрын болғанғаны тағы есінде. Иванов, олай болса үйіңе қайт. Керек қылсақ аудырармыз, деді. Мұқаштың сауы суға кетті. Не айтарын білмеді. Әңгіме былай. Доға, Төлеген, тыпаңдар бас қосып, Мұқашты Сарытауға болыс қылмаудың әрекетіне кіріскен еді. Өйткені олар әбеннің кісілері ғой. Олардан басқа да әбеннің тілектестері әр мекемеде бар еді. Қалайда Мұқашты қаралау үшін ЧК-ның бір агентін соңына салып қойған еді. Мұқаштың қайда барып қайда тұрғаны, кіммен сөйлескені, қонақта болғаны, самогон ішкені, әйелмен жақындық қылғаны, бірі қалмай ЧК-ның лауқыл мақпұзына тіркеліп еді. Кеше Балташтың сөзіне сенбей Мұқашты жақтап отырған Иванов бүгін сылқ ете түсуі сол лауқыл мақпұздағы жазуды көріп еді. Мәжілісте ол көргенін айтпағанмен, Балташтардың Мұқаш туралы материалды тексертейік деген жобасына қазақ жұмысына кіріспейтіндіктен көнген еді. Мұқаш Жылтырында барып көпті сөйледі. Ол таң қалды. Иванов солай дедіні естіген соң, ол да кешегідей жалпылдамады. Мұнда бір мәшине бар екен, сен енді өз шаруаңда жүре тұр. Біз мұның ізіне шөп салып көрейік, деді. Сонымен Мұқаш әрі елге жексұрын болып, әрі өкіметтен жақсы ат ала алмай, пұшайман болып, қалада бір-екі күн сандалып жүріп, ауылына қайтты.